Бәріне сәлем. Бүгін мен келесі реакцияны жасаймын. Және бүгін бізде келесі реакция 91 сеньоритасымен кеттік. Mikasa sukasa, kompas tapasa, өзін тапасың, тек тұра бассың. Жақын аспан, кере жоқ наса, араласам, дос стресс қаса. Мама сөйтті, тәрбиелет мені, тасатса кеп біреу, асатты пиктен, тақырыптан шепта, жүре бер деп. Бөлмедетім дару, бар кемімді тырнады, шымсыңменді қорық кез. Сен тұрмадай, бұл түрлі іске, камырмен тарап, жүгіріп барат, тарылады өтек. Бізбен бірге бай, ал біліп скет. Уәлі сен ұрдейді, тек мен емес. Қолыңнан сүйіп көрейін ба, ерінімді сез. Белге қол байланды, ауада экстаз. Кебасам тоққа, комнатта свас. Уәлі сен ұрдейді, тек мен емес. Қолыңнан сүйіп көрейін ба, ерінімді сез. Белге қол байланды, ауада экстаз. Кебасам тоққа, комнатта свас. Секермен дауысқа толы кезем, нарға төгіліп барсың, ішің оңай, ендігіде сол. Кеудеңдегіде салсан екі есе, нарға самасан екі есе. Түрлі керемет салсан береді әсер. Сезде бас қосар достар болса, бірге басып алар алдын жеттік, сәттік, тас қосқа, постан, мені түсінбегенде кеп түрстеме. Гүл ауды қатты, тілі бір қаққа, Күләңін мені бүгін біз қуатпей, елім сұраққа, мен ау болатқа. өзің туманда болғасын үндемей. Сені таппасам, текі таппасам, ән текі таппасам, бике ау. Есіне түсіріп тұрмай, үлсінде дұрыс. Парақтап жинасаң бар ғұмырын, бір сүйген күніне жетсем екен. Ал сенше әп-сәтте өте шығатын шынайы махаббат үшін өміріңді құрбан етер ме едің? Уәлі сен ұрдейді, тек мен емес. Қолыңнан сүйіп көрейін ба, ерінімді сез. Белге қол байланды, ауада
просто шебер ғой, просто ше. Былай айтқанда клиптің прям күшті шыққан. Мен жаңа ғана субтитрмен көрдім. Мағынасын түсіндім өлеңнің. Точнее, жаңа көне заман мен қазіргі заманды есіне түсіреді ма, сондай бір нәрсе, короче. Екі заманды бірге түсірген. Потом не үшін бала қолын кескенін білмеймін. Және бірақ байқағаным сүт па не болды ол жерде. Соған қан ағызған кезде өмір деген жазу тұрды. Сонда және өлеңнің мағынасына қарай келетін болсақ, сонда яғни сүйген қызың үшін өз өміріңді бере аласың ба, там сол жайында болып тұр ғой. Ең бастысы бұл локациялардың ішінде маған қатты ұнаған жері ол қазіргі заманда болып келеді. Бүкілі билеп сөйтіп жатқаны қатты ұнайды. Және бұл клипті мен Эйсті аз көрдім, әлемді аз көрдім, Закты басында көрдім. Бұл клип вообще баланыкі сияқты. Менің ойымша, негізі Эйс топтың келбеті, почему-то ол клиптардың ішінде ылғи моменті аз кездеседі. Или ол қиылып алған соң, может қысқарып қалатын шығар, бірақ біз ол жағдайын білмейміз. Бірақ сонда да қатты күттім. Эйс көп болады деп ойладым, бірақ аз болды. Және маған ұнағаны көне замандағы киімдері. Билеген кезде сол қимылымен әдемі көрінді. Лили мен балаға айтатын болсам, негізі бұл актерский мастерство, оған қатты бір жынданып, баланың суреттерін жыртып керек жоқ. Әлде талай киноға түседі ғой, мысалы, сондай сценалар болса, онда вообще не болатынымызды білмейміз даже. Поэтому бұған өте қатты назар аударудың да қажет жоқ деп ойлаймын. Өте қатты да кетпейді деп ойлаймын, по идее. Сол тағы не қоссам болады. Жалпы маған ұнады. Мен тизерін көрдім. Өлеңді басында тиктокқа шықты. Содан бастап бері білем. Сол себепті бәрібір ұнайды. Жүз қандай нәрсе шығарса да барлығы ұнайды. Себебі мен жанкүйермін, сол себепті маған барлығы өтеді. Прям андай өлең күшті қозғалыспен, көңіл күймен келеткен кезде, анау ортасына қақ келген кезде, прям шошып кеттім. Жыным келіп отыр, прям соған жүректі алып жүріп жібереді ғой, прям. Сол жер маған ұнады. Бірақ жынды кезет негізі. Адам реакциясын шығатын тура осы моменттер. Бұлай барлығы ұнады. Сонымен осымен реакциям бітті. Барлығына рахмет. Және локацияда билеген кезде аспанда или артында, фонның артында оларда андай фиолетовый мен көк аралас жылтыр болды, сол прям күшті шықты. Прям как будто бір аспаннан түскен сияқты, билеп атқан сияқты, прям сол жер маған қатынады. И анау шашы бұйра қыз өз рөлін мықты алып шықты негізі. Өте мықты ойнады. Сонымен мен бүгінгі реакциям аяқталды. Және келесі қандай клиптарға реакция түсіретін қызық болса, онда комментарийға жазып кетіңіздер.